Қайырлы күн, құрметті қонақтар, ұстаздар, оқушылар. Бүгінгі Қазақстан Республикасы Президентінің мәңгілік ел идеясын жүзеге асыру мақсатында өткізілетін тұлғатану 2017 5-9 сынып оқушылар арасында қалалық зерттеу жұмыстары мен шығармашылық жобалар байқауының бүгін соңғы күні. Осыған дейін іріктеу кезеңі өткізген болатын. Өздеріңіз білесіздер, биыл 2-ші жыл тұлғатану конкурсы өткізілуде. Жалпы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласында сананы жаңғырту, ұлттық болмыстан, ұлттық кодтан айырылып қалмай, оны әлемдік құндылықтармен үйлестіріп, Қазақстанның игілігіне жарату жолындағы мақсат мүдделер туралы өзекті мәселе көтергенін білесіздер. Мемлекет басшысы аталмыш жаңғыртудың негізгі қызметі мен ерекшеліктеріне ой жүгіртіп, бұл жаңғыртудың маңыздылығына тоқталған болатын. Жаңғыру атаулы бұрынғыдай тарихи тәжірибе мен ұлттық дәстүрлерге шекеден қарамауға тиіс. Керісінше замана сынына сүрінбей өткен озық дәстүрлерді табысты жаңғырудың маңызды алғышарттарын айналдыра білу қажет. Егер жаңғыру елдің ұлттық рухани сананың түрлі үлестерімен қиынын қиыстырып, жарыстыра алатын құдіретімен маңызды. Яғни саяси экономикалық реформаларды егеменде еліміздің бірқатар жақсы нәтижелерге қол жеткізгені баршаға мәлім. Ол адами құндылықтар, рухани қазына, жастарды тәрбиелеу, олардың бойына патриоттық рухты сіңіре білу жұмысында рухани салаға басым берудің қажеттілігін алға қойған. Бұл дегеніміз ұлтымыздың барлық ұлттық салт дәстүрлерін, мемлекеттік тілімізді мен әдебиетімізді, мәдениетімізді, ұлттық рухымызды, тарихымызды жаңарту деген асыл ұғымға келіп саяды. Халқының тағылымы мол тарихы мен ықылым заманынан арқауы үзілмеген ұлттық салт дәстүрлерін алдағы өркендеудің берік діні ете отырып, әрбір қадамын нық басуын, болашаққа сеніммен бет алуын қалаймын деп елбасымыз кесіп айтқан болатын. Ендеше тарихты жаңғырту, мектеп қабырғасынан бастау, жас ұрпақ тәрбиесіндегі маңызды қадамдардың бірі болмақ. Солардың бастауы бүгінгі тұлғатану конкурсы деп атап өткім келеді. Конкурс өткен оқу жылынан бастап мектебімізде басталған. Конкурстың негізгі мақсаты өскелең ұрпақты өлке тарихын зерттеуге, тарихқа қызығушылығын арттыру, олардың шығармашылық зияткерлік мүмкіндігін дамыту, туристік өлкетанушылық жұмыстарға қызығушылығын арттыру. Олай болса, тұлғатану байқауы оқушылардың бойына зерттеушілік, көшбасшылық, шығармашылық қабілеттерін ашуға ықпал етеді деп ойлаймын. Мектептен бастау алған осынау игі істердің нәтижесінде болашақта елін, жерін, халқын сүйуге тәрбиеленген нағыз қазақстандық жаңа буын өсіріп шығуға үлес қосып жатсақ, ол біз үшін үлкен қуаныш, зор мақтаныш деп айтуға болады. Олай болса, осындай айқын мақсаттарды басшылыққа ала отырып, тұлғатану конкурсының биылғы жылғы қатысушыларына үлкен істерден бастау болар, қадамдарыңызға нұр жаусын деген келеді. Бағын сынағалы отырған жас жеткіншектерге сәттілік тілеп, шығармашылықтары ғұмырлы, армандарлы, тұғырлы болсын деген келеді. Рахмет. Здравствуйте, уважаемые участники конкурса «Тұлғатану» 2017 года. По программе я хотела остановиться. У нас сегодня должен был быть директор музея Аршабеков. Вы его, некоторые ученики, наверное, видели. Он у нас частый гость на конференциях. Но сегодня по уважительной причине он отсутствует, не сможет быть с нами, и поэтому мы начнем сразу секционную работу. Прежде чем начать секционную работу, я вот что хотела сказать. Данный конкурс «Тұлғатану» 2017 у нас проводится второй год.
Я вот среди учащихся вижу уже вот в прошлом году, которые участвовали, очень приятно. Этот конкурс у нас в этом году направление взяло на краеведческие. И целью конкурса является выявление учащихся, проявляющих повышенный интерес к истории и к истории своей малой родины. Итогом нашего конкурса станет книга памяти, положение, наверное, читали, книга памяти с воспоминаниями, историями известных людей, аксакалов, деятелей, внесших вклад в развитие нашего региона Караганды и Карагандинской области. В конкурсе у нас участвуют учащиеся 5 по 9 классы. Могут участвовать индивидуально, есть и парные работы, разрешается на 2 языках, на русском и на казахском языке. И я вот еще хотела напомнить, сейчас, когда вы пойдете по секциям на защиту своего проекта, здесь обязательно 20 баллов оценивается наличие документов, подтверждающих достоверность содержания материала. 20 баллов. Остальные пункты у нас оцениваются в 5 баллов. Это владение краеведческим материалом, полнота раскрытия материалом, опрос старожилов. Обязательно должен присутствовать исследовательский характер. У нас около 10 работ не прошли отборочный тур по этой причине. То, что отсутствовало вот данный пункт, исследовательский характер работы. Дальше. Членами жюри у нас являются учителя казахского языка, истории и географии. Я вот их хотела представить, и все подошли. Они еще с 8 утра дополнительно знакомятся с вашими работами, уже в распечатанном виде обсуждают предварительно. Но не все еще подошли, но кто здесь, я их представлю вам. Учитель географии 4 школы Альжанова Дарига Умаралиевна. Учитель географии 66 школы Асель Мукажанова. Значит, они, учителя географии, у нас будут в секции маршрутами святынь родного края. Вот кто участвует, чтобы вы знали. Дальше. Гузят Киржибаевна, учитель казахского языка и литературы гимназии номер 38. Так, остальные. Нурлан Тулебекович, учитель истории 76-й школы. Остальные еще смотрят ваши работы, я просто их представлю, чтобы вы были в курсе. Гульнара Капиятовна, учитель истории 102-й школы, учитель истории Гаухар Бекена 33-й, Фатима Евгеньевна 22-я школа. Евгения Юрьевна не смогла подойти тоже по состоянию здоровья. Асем Кайрат Кызы, учитель истории 58-й школы, Досшан Нуржанович 92-я школа, учитель истории. И Алуа Ярмахановна, учитель истории гимназии номер 93. Вот они ваши работы сейчас будут слушать. И вот чтобы мы без опоздания пришли сюда уже на награждение, на подведение итогов, нужно будет в 12 часов сюда подойти, в актовый зал. После того, как защита ваша пройдет в секции, вы подниметесь, вас проводят на 4-й этаж. Здесь в 76-й школе есть замечательный музей, вот кто уже видел, есть уже, да, можно пройти, посмотреть, там еще новые экспонаты есть. То есть после секции пройдете в музей. 12 часов подойдете сюда, в актовый зал на награждение. Сейчас вас проводят, скажут, Жайра Жукубевкина, кто куда идет. Отбасының мақтаныштар парағы 317 кабинет, туған өлкеге саяхат, үздік туристік маршрут 305 кабинет, және қазақ тарихы мақтаныштары 303 кабинет. Түркістанда
Қытайлардан және қазақтардан қорғауға және де азат етілуін мақсат етеді. Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында Қытайлар Шығыс Түркістан жеріндегі жаңағы түрік халықтарын езгілей бастайды. Осы себеп Оспан Батырдың көтерілуіне себеп болған жағдай туғызады. Және де алайда Қытайлардан тазалай бастаған Оспан Батыр 1943 жылдары мақсатына жетеді. Және де 22 шілдеде Бұлғында Алтай қазақтардың ханы болып жарияланады. 1945 жылдың басында Шығыс Түркістанда бірнеше қала сыртында бақылау көтерушілерінің қолына түскен жағдай Қытайлар үшін бұдан артық төзгісіз болып. Я представляю 2004 школу и 9 класс. Разрешите представить вашему вниманию проект городище Жанкент как одна из духовных святынь Казахстана. Секция туристические маршруты. Цель работы выяснить, какая значимая роль была у города Жанкент в процессе взаимодействия оседых и полукочевых культур. Основная стилка туристического маршрута. Задача. Первое. Рассмотреть место и роль памятника в истории средневекового Казахстана. Второе. Проанализировать, как городище Жанкент связывают между собой полукочевые и оседлые земледельческие оазисы. И третье. Оценить значимость городища как туристического маршрута Казахстана. Гипотеза. Я считаю, что если я затрону эту тему, то городище Жанкент займет достойное место в карте 40 мест Казахстана для туристического маршрута. И начав свое выступление, я хотел бы со слов президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Патриотизм начинается с любви к месту, где ты родился и вырос, точнее с любви к родной земле. Нет человека, который бы появился на свет сам по себе. У каждого есть родители. У них, в свою очередь, тоже есть родители. Часто люди не знают своих предков дальше бабушек и дедушек. Однако все мы являемся плодами нашего родословия. И поэтому было бы интересно, а может быть и важно понять наши корни. Оказывается, что новорожденного человека ждет в течение 1,5 веков и готовится к его появлению на свет. Исследования доказывают, что отдельные предки влияют на физическое развитие детей. Выяснилось, что каждое поколение вносит свой вклад в развитие ребенка. Моя тема – самое многонациональное родословие. Очень заинтересовала меня. Тема актуальная, потому что очень часто возникает конфликты на нашей земле на межнациональной почве. А моя многонациональная семья очень дружная. Я горжусь своей родиной. Объектом исследования явилась моя семья. Значение фамилии в родословной и связь поколения различных национальностей. Предмет исследования традиций различных национальностей. Практическая значимость работы заключается в том, что материал о жизни Егизбая Гаишевича Баешева может быть использован на классных часах, как пример отваги, целеустремленности и трудолюбия. Они, как маяки нашего времени, указывают путь к успеху, добру, справедливости. В нашем крае много интересных людей, о судьбах которых можно рассказать, но это планы на будущее. Теперь я хочу показать вам видеоролик, который будет снят Пятым каналом. Егизбая Баешева с трепетом показывает и рассказывает о вещах своего отца, которые долгие годы бережно хранились как семейные реликвии. И его фамилия Слов. Так что все эти вещи мы бережно храним, как реликвии. В год столетия со дня рождения Егизбая Баешева достояние семьи было передано в областной историко-краеведческий музей, где была организована персональная выставка в рамках проекта «Знатные люди Сары-Арки». Баешевич родился в 1917 году в Полтавском районе Карагандинской области. Егизбай Баешев, будучи уроженцем нашей области, из бедной семьи рано начал трудовую деятельность. В 1936 году закончил әлеуметтік сауалнама бойынша осындай диаграмма жасадым. Сондағы мәселе 5-7 сыныптағы оқушылар жәндіктер туралы өмірбаян аз біледі. Осылар практикалық ұсынымдары. Жас жәндіктер туралы арнайы білген фильм түсірілсе, оқушыларға арналған тұлға туралы қызықты кітап шығарылса, қазақ әдебиетінің тарихқа керек тұлға туралы қосымша бағдарлама жасалса, тұлғаның биылғы 105 жылдығына орай конференциялар, дөңгелек үстелдер, презентациялар, сайысы өткізілсе, жәндіктер туралы көбірек мәлімет білер еді. Және мен жадынамалар тараттым өзімнің мектебінде. Бұл жадынамалар сіздерге көрсеткім келеді.
ақылы мектептегі балаларды жай күртіс туралы мәлімет берді. Назарларыңызға рахмет. Біздің елге, біздің жерге көз тігуші еді. Жақсы, рахмет. Нөмір 95 мектеп гимназиясының 7-ші сынып оқушысымын. Менің бүгінгі зерттеу тақырыбым Қазақстанның киелі жерлері рухани әрі ұлттық мақтанышымыз. Мен қазақтың ұлы даласы киелі жерлерге толы. Ол жерлерді қадірлеп қастерлеу біздің салт-дәстүріміз. Қазақ халқы үшін киелі қасиетті деген ұғымды Шоқан Уәлиханов өзінің Тәңірі атты еңбегінде былай сипаттаған. Жануардың өзге жануарға қарағанда айрықша ерекшелігі болса, онда ол қасиетті саналады деп атаған. Ал қазақтардың тек өсімдіктер мен жануарлар ғана емес, сонымен қатар өлі табиғат объектілеріне де бас иген. Оған мысал болатын ағып жатқан көлдер, таулар, тастар, оның барлығына Алла Тағаланың көзі нұры түскенде оларды сақтап қалу туралы уағыздар бағыштаған. Мектеп әдебиет оқулықтарында Ақселеу Темірбектің зерттеу еңбектері, әңгімелері, көсем сөздері, аудармалар туралы еш мәліметтер берілмеген. Прозалық шығармалар туралы зерттеулер жыл сайын дәстүр жалғастығымен, жаңашылдығымен дамып келе жатқаны белгілі. Міне, осы жаңашылдық пен жалғастық Ақселеу Темірбек әңгімелерінде қандай көрініс тапқаны, жазушы өзі туындысын сыйлатқан тамылған табиғатын айрықша аждаһатпен суреттегені қызықтырады. Қаламгердің не үшін қойып жатыр? Соны ойланып көрдім. Мынаны мысалға біз қараймыз, қараймыз, соған жауап беріп сонда сіздің әлдеқайда ғылыми жобаларыңыз маңыздырақ болады. Мағынасы ашыла түседі. Ал әкеліп жай қоя салып, оның не екенін білмей әкеліп сол болмайды. Мына жерде мысалы қаншама дүние бәрі жақсы. Сосын айтатын тағы ескерту, сіздерге қағаздан оқымаңыздар, сіздеріңіз өткен. Қағазда көп қарап тұрсыздар, соны ескерту. Положениеда жазып тұр ғой, зрительный контакт. Мына жерде бізде бар, сол кезде біз не үшін солған қараймыз біз. Я имею право оценивать. Хорошо? Сәлеметсіздер, мен біз нөмір 61-ші мектептің 7-ші сынып оқушылары Жайлыбаева ауданы Желдемен секілдігі Қарақат. Біздің жетекшіміз Мұқашева Салыш Нұржанова, тарих және қоғамтану пәні мұғалімі. Біздің таңдаған тақырыбымыз ұстаз ғалым археолог. Академик Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің еңбек сіңірген қызметкері, тарих ғылымдарының кандидаты профессор Сағындық Обайұлы Жауынбаев туралы. Сағындық Жауынбаев 1947 жылы 23 қазанда Ақтөбе облысы Құмса елді мекенінде дүниеге келген. Шопан отбасында дүниеге келгендіктен жасынан еңбекке араласқан екен. 1955 жылы туған ауылдан бастауыш мектепке, орта мектепке барады. Ал 1966 жылы өзінің қаласындағы Шұбарқұдық ауылындағы 11-ші орта мектепті аяқтап Беларусь және азаматтық колледж мектебіне барады. 1969 жылы Киров атындағы Настоящего поколения. Цель проекта – рассказать на примере жизни одного человека о его вкладе в развитие государства, системы образования, воспитании одного поколения граждан Республики Казахстан. Задача проекта – собрать и подготовить материал о жизни человека, который всю свою жизнь посвятил служению государству и своему народу. На примере личности показать, что дела и поступки одного человека могут стать достойным примером подрастающему поколению. Снова 1 сентября. Заливается первый звонок, и нарядные школьники готовятся сохранять свои места. Светлых, сверкающих свежих краской, украшенных зеленью классов. Уютно и празднично в школе, где все готово к новому учебному году. К этому стремились и вложили много сил и средств и родители, и учителя, и по мере сил сами ребята. Но главный вдохновитель всех дел школы, творческий наставник коллектива, его душа, директор станции Нуринской Тельнинского района Карагандинской области Кабердин Абукабас Кинджибаевич. Более 50 лет Кабердин Абукабас Кинджибаевич трудился на педагогическом поприще. Абукабас Кинджибаевич родился 28 февраля 1932 года в Акмолинской области, Курганджинского района, село Сарансакпи, ныне Куркин.
Свою педагогическую деятельность он начал в 1949 году в совхозе Челкарский Акмолинской области. Ему было всего 17 лет. Профессия учителя полюбилась сразу. Поэтому на следующий год юноша уже был студентом исторического факультета Карагандинского педагогического института. Затем Они должны были искупить инакомыслие. Среди узников были казахи, немцы, русские, румыны, венгры и другие. Одной из целей общей территории Карага была почта сопоставима с территорией Франции. Кроме того, заключенные в лагере стали бесплатной рабочей силой для предприятия угольной и металлургической промышленности. Основной деятельностью заключенных была добыча камня для строительства автодорог. Все работы производились вручную. Люди погибали от холода, голода, физического истощения. Наиболее слабых добивала охрана. Хозяйство Карака процветало. В Караке содержались известные всему миру ученые, военачальники, деятели культуры, политики. Они внесли след не только в развитие науки и культуры, и в развитие нашего города. Профессор, доктор сельскохозяйственных наук, ботаник, семиот и селекционер Леонид Адольфович Пельский. Оказавшись в лагере в Пельске, попал в научно-исследовательскую лабораторию совхоза «Гигант». Им было написано свыше десятков проросов, среди которых наиболее известным стал исследователь растительных покровов Тиманского и Занаргинского районов Карагандинской области. Он занимался изучением новых сельскохозяйственных культур: кукуруза, подсолнух, суданская трава, кунжут и внедрением производства. Среди тех, кто в первых лет Карага определял региональную сельскохозяйственную стратегию, был крупный ученый, биолог, селекционер и генетик Василий Степанович Кустовой. В марте 1935 его назначили директором Центрального опытного лагеря Карага. Он вывел сорт урожайной ржи и два вида проса, так называемые долинские. Благодаря жобасын таңдау мақсатымыз бізді қызықтыра түскен Сәкен Сейфуллин еді. Сәкен Сейфуллинді біз барып, оның ашылмаған қырларын дәріптеу, зерттеу еді. Біз сол үшін әр түрлі жерлерге барып келдік. Сәкеннің ары қарай біз Ахмет ауылына баруды жоспарлап жүрміз. Менің тақырыбым әжемнің сарайған қалта дәптері. Болашаққа бағдар, рухани жаңғыру. Бұл біздің елбасымыздың салиқалы саясатының жүргізуінің басты көрінісі. Яғни мен бұл жобамда бүгінгі сарайған қалта дәптер деп аталатын туристік жобам туған өлкенің жер суатымен тығыз байланысты аңыз әңгімеге негізделген әжемнің сарайған дәптерінен алған мәліметтер бойынша айтамын. Осының дәлелі, осы менің айтатын естегім. Баяғы заманда Найман деген бай адам болыпты. Ол кісінің сұлу қызына ауылдың ең мықты жігіттері құда түседі. Сөйтіп, ол бейбіт өмір сүріп жатқан ауылға бір жылдары айдаһар көшіп келеді. Бұл айдаһар күніне үйір-үйір жылқыны жұтып, оған халық Қаражан деген ат береді. Айдаһар жылқыға тойған соң ауылдың сұлу қыздарына көшеді. Сөйтіп, кезек Бірманның сұлу қызына келеді. Ол қыздың жүрегінің жылуынан ол қыз бүркітке айналып ұшып кетеді. Бұны тоқтатпақ болған қазақ жерінің батырлары айдаһарға қарсы жорыққа шығады. Сөйтіп, бұл жорықта көп батырлар өмірмен қоштасады, бірақ та жалғыз батыр оның басын шауып өлтіреді. Сөйтіп, бұл батыр өзінің ғашығын іздеп барлық әлемді шарламаған жері қалмайды. Сөйтіп, қосылмаған екі ғашық үлкен бүркіті және кіші бүркіті тауларына айналып кетеді екен. Бұл жерде менің айтқым келгені, аңыз дегеніміз мүмкін бұл тарихи оқиға немесе адам жетіп білмеген ақиқат шығар. Сондықтан туған өлкеге саяхат атты бөліміне қатыстым. Қазақтың ұлы жазушысы Мұхтар Әуезов біздің қазақ жер атын, су атын, аман да сол ортаның сыр сипатына қарай баяндап қоятын болған дейді. Қандай да бір өлкеге барсаң да жер, су, жапан түздегі жалғыз бұлақтың өзінің атында үлкен мән мағына жатыр.
Бұл жұмысында бір аңызға ғана тоқталып, кездескен атауларын сөз етпекпіз. Әңгіме қазақтың киелі мекені Қарқаралы бүркітті атауларына қатысты өрбиді. Бұл жерде, яғни менің айтқан ертегімде Қаражан бұл жаңағы Айдаһардың аты. Ал Қазақ жерінде Қаражан деген тау бар екен. Бұл Айдаһардың басы шабылған тауға ұқсас. Және де Қарашоқы, ол домалап барып шоқиып жатқан Айдаһардың басына ұқсас тау болып келеді. Және де келесі осы Қаражан мен Қарашоқы тауларының арасында Жаңабас деген жердің атауы бар екен. Бұл яғни Айдаһардың аңыз бойынша қайтадан жаңадан өсетін басын айтамыз. Және бұдан батыс бөлігіне қарай Қойтас деген жер орналасқан. Бұл жайылып бара жатып тасқа айналған қойлардың жайылып жүргенін көрсететін тастардың жиынтығы. Және де бұл жерде Бірман деген аймақ та бар. Және бұл жердегі екі тау, яғни үлкен бүркітті және кіші бүркітті екі қосылмаған жастың тауы бар екен. Чтобы стать почетным жителем, человек должен работать ради народа, вносить вклад в развитие страны и быть честным. Это звание можно получить только тогда, когда народ благодарен тебе. Из статьи президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания». Как отметил наш президент, Казахстан вступил в новый исторический период. 2017 год был объявлен годом начала третьей модернизации Казахстана. Дан ставит двум важнейшим процессам обновления – политический. Of Shanshar Volos. From Shanshar comes Bertas, from Bertas Mushike, from Mushike Kazanga, and from Kazanga comes Tatimbet. And we say about Shanshar IBK. Shanshar IBK comes from Shanshar IBK comes Tlenche, and from Tlenche comes Alshanbay, from Alshanbay comes Babi, and from Babi comes the popular singer Madi. We will say about the Abay Gnombayev and the Tatimbet Kazangavlo. And the mother of Abay and the wife of Kazanga, Khunanbay Oljan, comes from Bertas, who comes from Shanshar. Abay's older wife Dilda is granddaughter of Alshanbay B. Tatimbet's village is Abay's husband's relatives and the mother's relatives. And the Mukhtar Avezov. That's not accidentally that Abay's sons of Akubay, Abdurrahman, and Magawiya were born from Dilda. From the Dilda. We say that because the senior Sultan considered Tatimbet as his companion, right hand and the support in Karkarali region. Өнерге толы тарих мосап көз жіберсек, өнерлілердің өнегелі өмірі алға оралады. Сондай өнерлі он саусағынан бал тамған шетпе келген атасы Тәттімбет Қазанбайұлы. At the end of my small scientific work, I want to give my offers. The first, to give the name of Tatimbet to Music Academy in Astana. And then the second, by offering of Turspek, it was made a monument for Tatimbet in 1880. The author of this monument is Jenis Moldabayev. And I want to offer to bring this monument to Karaganda and to place the street named after Tatimbet. And this is third, to open museums for each region. Біз ғылыми жоба барысында интернет арқылы сауалнама жүргіздік. Көбісі Тәттімбет Қазанғап оны тек күйші ретінде санайды. Біз осы жоба арқылы Тәттімбет ұлын тек күйші емес, сонымен қатар инженер, қоғам қайраткері болғанын дәлелдегіміз және білдіргіміз келеді. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, қайталарыңызға болады. Рахмет. Вас приветствует ученица 5 класса школы номер 17 Имбергенова Диана. Предлагаем вашему вниманию исследовательский проект «История одной семьи». Структура нашей работы состоит из сведения, в котором мы обосновываем актуальность данной темы, выявляем проблемы, определяем цели и задачи, обозначаем практическую значимость результата нашего исследования. Основная часть состоит из 2 глав. Первым мы знакомимся с биографией, трудовой деятельностью,
Ахматов Хасымхан Есімханович, Ендерханов или Жамал Жиртаев. Алға шығатындар болады. Бірақ жалпы негізі осы байқауға қатысқанның өзінде еңбек деп бағалаймыз, білеміз. Сондықтан бүгінгі шара жаңа секциялық отырыс барысында көріп өттік. Дайындық жаман емес. Қазір жалпы сол секцияға жауаптарында тоқталып, қандай да болмасын ескертулері айтып өтетін болады. Енді кезекті біз сол кісілерге берсек сөзді, содан кейін марапатқа. Бірден сол секция жетекшілері марапаттап жүрсеңіздер. Құрметті әріптестер, оқушылар, мынау Кит 6-шы мектептің білім ордасында бүгін айтулы оқиға. Өздеріңізге белгілі, жыл сайын өтетін міне 50-ші жыл дәстүрлі түрде болған бұл аталу 2017 байқауы. Яғни ғылыми жобалардың сайысы. Осы сайыста әр жыл сайын жаңа жаңалықтармен алып келіп жатыр балалар, ізденістері байқалады. Әрине кемшіліктер де жоқ емес. Соның ішінде кемшіліктерді айта кететін болсақ, мысалға белгілі бір тақырыпта белгілі бір тарихи тұлғаға ғана арнаса екен деген оқушылар. Мысалға кейбір оқушылар алып келген бірнеше тарихи тұлғаны алып келген. Оны мысалға энциклопедия сияқты болып кетеді ол былай қарағанда. Шынында негізі нақты бір тарихи тұлғаға бағытталу керек және соны зерттеу керек. Сондықтан осыны ескерсеңіздер. Содан кейін келесі ол тағы да қайталанып отыр. Ең бір кемшіліктің бірі ол қағазда қарап оқып беру. Енді қараңыздаршы, бұл жаттатылып қой былай қарағанда. Яғни бала қағазға қарамау керек, ол өзінің түсінгенін айтып беру керек. Сондықтан да осы жағын ескерсеңіздер. Содан кейін мысалға айтатын болсақ, жаңа қай баланы дұрыс екенін ұмытып тұрмын, Жауынбаев туралы қорғады. Сол кезде өте ірі тұлғаға қарап тұрсаңыздар, сол аша алмады. Неліктен? Өйткені презентацияның өзіне қарасақ та, презентация жасағанда соған мән беріңіздер. Содан кейін бар, мысалға айтатын болсақ, жаңа баланың өзіне де айттық. Мысалға отбасы жөнінде, қоршаған ортасы, мысалға сол жөнінде қамтыса, мысалға жаңағындай архивтік материалдарды жатамыз ғой, соны қарастырған кезде соның жаңа көрініс берсе ол жерде. Мен сол сияқты тағы да басқа. Әр сөзді дәлелдейтін бір белгілі факт болу керек. Соған мән беріңіздер. Бұл жалғыз менің ғана сөзім емес, бұл жалпы әділқазылар алқасының бірігіп шығарған біздің шешіміміз. Содан кейін келесі жылы келетін болсаңыздар, мысалға сол тақырыптарыңызбен келе берсеңіздер болады. Тек соны жетілдіріп алып келуге болады. Неге мына жұмысты екінші жыл алып келді деп айтпайыншы бұл жерде. Жетілдіріңіз, ары қарай зерделеңіз, зерттеңіз, қарастырыңыз. Одан кейін айтатын нәрсе, жаттатылыққа құмар болмай. Келесі жылы келетін болсаңыздар, қағаздан оқып беруге емес бізге. Бізге жаңағы материалды толыққанды түсініп, өзіңіз айтып беруге келіңіз. Енді әрине жақсы жұмыстар бар, бола да береді. Сондықтан да баршаларыңызға сәттілік тілеймін. Енді біз әділқазылар алқасы ақылдаса келе былай деп шештік. Келесі секция бойынша жетекшілердің біздің еліміз жеріміз тұтынуға тарихымыз, олай болса бүгін біз
өзіміздің туған өлкеге саяхат бағытында еліміздің тарихынан саяхат жасадық. Яғни біз бүгін өте көптеген тамаша жұмыстарды тыңдадық, көрдік, куә болдық. Яғни оқушылар да, ұстаз да, мұғалім де, жетекшілер де осы жұмыстарға үлкен жауапкершілікпен келген. Енді үздік деген жұмыстар әрине байқау болғаннан кейін, жоба болғаннан кейін әртүрлі жұмыстар болады. Сондықтан айта өтетін нәрсе, бұл жоба болғаннан кейін, шығармашылық зерттеушілік жоба болғаннан кейін зерттеушілік сипатта болу керек деп. В целом, хотелось бы сказать, что в дальнейшем мы стремились прежде
офисной журналистики, потому что было столько действительно интересных работ. С особым трепетом были восприняты работы, которые были посвящены сотрудникам образования, то есть педагогам. Столько было интересного рассказано, столько было интересных новых фактов открыто. Оказывается, в Казахстане действительно очень много заслуженных деятелей, которые посвятили всю свою жизнь не только науке, но и образованию, в том числе образованию детей. Хотелось бы отметить и работы, которые были посвящены деятелям культуры, деятелям, которые жили и в прошлой века, то есть 18 век. И хотелось бы еще отметить тот факт, что несмотря на некоторые недоработки некоторых работ, мы верим, что все-таки на следующий год вы вернетесь и Қайырлы күн, құрметті қонақтар, ұстаздар, оқушылар. Бүгінгі Қазақстан Республикасы Президентінің мәңгілік ел идеясын жүзеге асыру мақсатында өткізілетін тұлғатану 2017 5-9 сынып оқушылар арасында қалалық зерттеу жұмыстары мен шығармашылық жобалар байқауының бүгін соңғы күні. Осыған дейін іріктеу кезеңі өткізілген болатын. Өздеріңіз білесіздер, биыл 2-ші жыл тұлғатану конкурсы өткізілуде. Жалпы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласында сананы жаңғырту, ұлттық болмыстан, ұлттық кодтан айырылып қалмай, оны әлемдік құндылықтармен үйлестіріп, Қазақстанның игілігіне жарату жолындағы мақсат мүдделер туралы өзекті мәселе көтергенін білесіздер. Мемлекет басшысы аталмыш жаңғыртудың негізгі қызметі мен ерекшеліктеріне ой жүгіртіп, бұл жаңғыртудың маңыздылығына тоқталған болатын. Жаңғыру атаулы бұрынғыдай тарихи тәжірибе мен ұлттық дәстүрлерге шекеден қарамауға тиіс. Керісінше замана сынына сүрінбей өткен озық дәстүрлерді табысты жаңғырудың маңызды алғышарттарын айналдыра білу қажет. Егер жаңғыру елдің ұлттық рухани сананың түрлі үлестермен қиынын қиыстырып, жарыстыра алатын құдіретімен маңызды. Яғни саяси экономикалық реформаларды
егеменді еліміздің бірқатар жақсы нәтижелерге қол жеткізгені баршаға мәлім. Бұл адами құндылықтар, рухани қазына, жастарды тәрбиелеу, олардың бойына патриоттық рухты сіңіре білу жұмысында рухани салаға басым берудің қажеттілігін алға қойған. Бұл дегеніміз ұлтымыздың барлық ұлттық салт дәстүрлерін, мемлекеттік тілімізді мен әдебиетімізді, мәдениетімізді, ұлттық рухымызды, тарихымызды жаңарту деген асыл ұғымға келіп саяды. Халқының тағылымы мол тарихы мен ықылым заманынан арқауы үзілмеген ұлттық салт дәстүрлерін алдағы өркендеудің берік діңі ете отырып, әрбір қадамын нық басуын, болашаққа сеніммен бет алуын қалаймын деп елбасымыз кесіп айтқан болатын. Ендеше тарихты жаңғырту мектеп қабырғасынан бастау жас ұрпақ тәрбиесіндегі маңызды қадамдардың бірі болмақ. Солардың бастауы бүгінгі тұлғатану конкурсы деп атап өткім келеді. Конкурс өткен оқу жылынан бастап мектебімізде басталған. Конкурстың негізгі мақсаты өскелең ұрпақты өлке тарихын зерттеуге, тарихқа қызығушылығын арттыру, олардың шығармашылық зияткерлік мүмкіндігін дамыту, туристік өлкетанушылық жұмыстарға қызығушылығын арттыру. Олай болса, тұлғатану байқауы оқушылардың бойына зерттеушілік, көшбасшылық, шығармашылық қабілеттерін ашуға ықпал етеді деп ойлаймын. Мектептен бастау алған осынау игі істердің нәтижесінде болашақта елін, жерін, халқын сүюге тәрбиеленген нағыз қазақстандық жаңа буын өсіріп шығуға үлес қосып жатса, ол біз үшін үлкен қуаныш, зор мақтаныш деп айтуға болады. Олай болса, осындай айқын мақсатта